өткен маусымда картоп дефициті, яғни бағасы өсуі болды. Осы кешегі күнге дейін талқыланып келді ол мәселе. Енді алдағы жылға, алдағы уақытта осындай бір көкөністің немесе жеміс-жидектің дефициті, бағасы өсуі болуы мүмкін бе? Жоспар болжам жасадыңыздар ма сіздер? Рахмет. Енді біріншіден рахмет сұрағыңызға. Болжам әрине біз жасап отырамыз. Былтырғы жылы баға көтерілгенде өздеріңіз білесіздер. Ол жерде де сұраныс шет мемлекеттерден болғанның арқасында баға көтеріліп кетті. Шынында болмаған экспорт, тағы да қайталап айтайын, 600 мыңнан артық экспорт болды. Сондықтан біз ішкі нарықты жаба бастадық. Ал енді соны біле тұрып, біз биыл жаңағы картоп салу жерін санын көбейтіп, биыл қосымша 2.900.000 тонна картоп алып отырмыз. Бүгінгі күні баға шаруашылықтар жергілікті жерде өздері 110, 115, 120-дан сатып жатыр. Ал енді орта баға магазиндарда 180-85-тен болып тұр. Жалпы баға осы күні тұрақты болуға тиісті. Енді бұдан картоптан басқа көкөністер, жеміс-жидектер дефициті болмайды ғой? Жалпы барлығын жинап алдық. Бұл жерден де жергілікті жерден де байланысты. Біз стафондқа қазір ал деп барлықтеріне қағаз торговый точкаларға бәріне жібердік. Алып алу керек қазіргі уақытта барлығын. Өйткені сұраныс шеттен болғанда сонда баға көтеріле бастайды да. Сондықтан біз ішкі нарықты толтырып стафондтарға бәрін жасап алу керек. Сонда бәрі дұрыс болады.